Абайлаңыз, алаяқтар билікке де жетті. Тіпті бұл схемада олар президент пен премьер-министрдің өзін пайдалануда. Бұл алаяқ жобасы сіздермен мен Нұрсұлтан Орынбеков. Әңгімеміз бастамас бұрын мына видеоға назар салып қарап шығыңыз. Платформы, которая предоставляет возможность заработка на цифровых инвестициях. Теперь вам не нужно беспокоиться о вашем будущем. Мы берем ответственность за ваше финансовое благополучие на себя. Для того, чтобы получать дивиденды от инновационной государственной платформы от Казмунайгаз, необходимо зарегистрироваться до конца декабря. Это возможно за счет прямых поставок газа в Европу, которые увеличились за последние 1,5 года. Государство дает гарантии на инвестиции граждан. Видеода көргендеріңіздей, президент Қасым-Жомарт Кемел-Тоқаевтың дауысын, мимикасын, интонациясын айнытпай салып, Қазмұнайгаздың жалған акцияларына инвестор бол деп сіздерден сұрауда. Осы жерде арнайы сілтеме қояды. Сілтеме өткеннен кейін ақпараттарыңызды енгізсеңіз, сіздің ақпараттарыңызбен қоса ақшаларыңыз алаяқтардың жемтігі болуы әбден мүмкін. Ал премьер-министрге келетін болсақ, мына видеода бұл кісінің аузынан осындай ақпарат таратуда. Множественными жалобами на интернет-мошенников, которые пользуются доверием наших сограждан и под видом инвестиций крадут последние деньги. Мы создали комитет по возврату и компенсации украденных средств брокерами-мошенниками. Хочу уверить вас, что я лично буду следить за тем, чтобы все компенсации были реализованы. Следуйте указаниям наших юристов, и вам вернут все средства в 10-кратном размере в качестве компенсации. Видеода көргендеріңіздей, премьер-министрдің айтуы бойынша, еліміздегі алаяқтар мен пирамидалардан тәркіленген қаражат алданған жұртқа қайтып қайтарылады. Ол үшін осы сілтемеге өтіп сіз анкета толтыру керек екенсіз. Анкетаны толтырып кеткеннен кейін ақпараттарыңыз, қаражаттарыңыз дәл сол алаяқтардың өзіне қайтып баруы әбден мүмкін. Сондықтан да жасанды интеллект арқылы осындай жетістікке жетіп жатқан алаяқтардан сақ болыңыздар. Алаяқтар дамылдамайды.